Баршаңызға сәлем, қыздар. Бүгін үйдегі бар заттарыңызбен ғана осындай күшті пирог пісіруге болатын рецептті бөлісетін боламын. Сол үшін менің арнама подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз, және де алдағы уақытта дәл осындай күшті рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіз. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандай осындай күшті пирогтың құрамына тек қана сүт және жұмыртқа, тамаққа пайдаланып жүрген сұйық майыңыз болса болды, және түсім шоколадный болу үшін какао қосамыз, сонымен осындай пирог шығады. Ең бірінші бізге жылы 200 мл сүт керек. Жылы дегенім себебі қант пен какаоны еруіне оңай болады. Немесе бөлме температурасында сүтті де пайдалана берсеңіздер болады. Алдын ала қантымды және какаомды осылай өлшеп алып, сүтіммен араластырып, бір шетке қойып қоямын. Қыздар, құрамына қосып жатқан әрбір ингредиенттің мөлшерін, яғни грамдап, астындағы описание жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді өзімізге ыңғайлы көлемді ыдысымызды алып, жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқада бөлме температурасында болу маңызды, себебі пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін, егер мұздай күнде қолданатын болсаңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне осындай қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз. Егер сіздің миксеріңіз жоқ болса, онда уайымдамаңыз, өзіңіздің ас үйіңіздегі кез келген араластырғыш құралмен жақсылап көпіргенше араластырып алсаңыз, соның өзі жеткілікті. Міне біздің жұмыртқамыз аппақ болып көпірді, көтерілді көлемі. Енді кәдімгі тамаққа пайдаланып жүрген сұйық майымыздың бір кесе осылай өлшеп алып, пирогымызға қосып, тағы да миксердің көмегімен немесе қолыңыздың көмегімен жақсылап араластырып аласыз. Келесі кезекте жылы сүтімізде еріп тұрған какаомыз бен қантымызды құйып, тағы да бірнеше минут араластырып аламыз. Тәтті сүйетін ханымдар үшін бұл күшті рецепт деп ойлаймын, себебі сіз дүкеннен осындай дайын түйін сатып алатын болсаңыз, қымбатқа түсуі мүмкін, немесе құрамы қандай екенін сенімсіз болуы мүмкін. Ал егер торт, басқа рецептерді пісіретін болсаңыз, арнайы дүкенге барып кремін алу керексіз, тағы да басқа заттарын алу керексіз деген сияқты. Ал мына рецепт барлық адамның үйінде болатын қолжетімді заттармен ғана дайындалады, бірақ дәмі керемет шығады. Мен өзіме қатты ұнады, бірнеше рет жасап жедік. Келесі кезекте мен ұнымды осындай елегіш ыдысқа өлшеп алдым, және де оның үстіне бір шай қасық көпірткішімді, яғни разрыхлителімді қосып, ұнға араластырып алдым. Ендігі мен тортқа оны бірден емес, бірнеше бөлікке бөліп, елегіштен өткізіп салып, жақсылап араластыратын боламын. Сонда тортымыздың көпіріп тұрған бөлігі басылып қалмай, піскен кезде әдемі көтеріліп пісетін болады. Онда қоспамызға қосып болғаннан соң миксерімізді бірден қоспай, қолымыздың көмегімен, миксердің көмегімен жаймен де бір араластырып алғаныңыз дұрыс болады, себебі миксерді бірден қосатын болсаңыз, ұнымыз ауаға ұшып, барлық жерде былғайтын болады. Міне пирогымыз дайын болды. Өлшеп алған ұнымыздың барлығын қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алдық. Енді біз бұны алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешке өзіміздің керекті формамызға құйып, пісіріп ала берсеңіз болады. Дәл осы рецептпен жасалған пирогты мен әсел пештің табасына пісіретін болсам, пирогым жіңішке болып көтерілуі мүмкін. Сондықтан мен өзіме керекті форманы осындай фольгадан жасап алдым. Сізде дайын форма болмаса, кіші диаметрлі, сізде осылай фольгадан кез келген диаметрдегі форманы жасап алсаңыз болады. Ол үшін мына сілтеме арқылы өтіп, видеоны көріп, сізде жасасаңыз болады.
Енді мен пирогтың бетіне үйдегі бар шоколадпен және сары маймен ганаш жасайтын боламын. Егер сіздер өздеріңіз үшін ғана жасап жатқан болсаңыздар, пирогты ганаштың керегі де жоқ. Ал дастарханға, қонаққа қойылатын кезде жасайтын болсаңыз, ганаш жасасаңыз, беті жылтырап, пирогыңыздың сәні келіп тұрады. Ганашты мен сулы пара әдісімен жасайтын боламын. Ол үшін отқа үлкен ыдысыңызды қойып, ішіне суыңызды құйып, кішкене қайнатып аласыз да, ішіне кіші көлемдегі ыдысыңызды осылай салып, ішіне шоколад пен майыңызды ертіп аласыз. Бұл дайын ганаш болады. Енді піскен пирогыңыздың бетіне осылай видеодағыдай бір тегіс етіп жағып алсаңыз болды. Менде шоколадтың құрамында видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ жаңғақтар болды. Бұл пирогтың дәмін тіптен керемет қылды. Сіздер де егер шоколадтың құрамында болмаса, қосып жесеңіздер де болады екен. Қыздар, алдағы уақытта да дәл осындай қолжетімді заттармен дайындалатын, немесе тез дайындалатын, және де ерекше рецепттермен, және де өзімнің мастер-класстан алған ақылы рецепттерімді сіздерге тегін осылай видео рецепт қылып салатын боламын. Сол үшін менің арнама подписаться бастырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және де видеоларыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Пирогтардың бетіне тағы да мен осындай ұсақтаған жаңғақтарды сеуіп шықтым. Әдемі көрініс үшін дәл осылай сіздер жасап, қонақтарыңыз келген кезде дастарханыңызға ұялмай ұсына берсеңіз болады. Міне пирогтың бір бөлігін алып көрсетейін сіздерге. Арасы өте күшті көтерілген, дәмі деген шоколадный күшті шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен өз үйіңізде жасап, өзіңізді, достарыңызды қуантыңыз. Назарыңызға көп рахмет. Баршаңызға сәлем. Бүгін осылай бір жасағаннан ақ шығатын өте үлпілдек пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Және де менің арнама тіркеліп, маған қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне дәміне қарай шым-шым тұзымызды қосып, және алдын ала өлшенген қантымызды салып, жақсылап, аппақ көпірік болғанша көпіртіп араластырып аламыз. Егер сіздердің миксерлеріңіз болмаса, қолмен де араластыра берсеңіздер болады. Ең бастысы жақсылап көпіргенше араласуы керек. Жұмыртқаның жақсылап көпіруі ол пирогымыздың көтерілуіне тікелей әсер етеді. Міне видеодағыдай осылай ақ көбік болғанша көпіртіп алып араластырып аласыздар. Және де мен бұл пирогты айранмен емес, майонезбен жасағым келіп тұр. Нақты қанша мөлшерде қосу керектігін астына жазып кетемін. Міне майонезді қосып, тағы да бір араластырып аласыздар. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Бір шай қасық қопсытқышымызды салып, осындай миксерді қоспай, жай ғана қолымыздың көмегімен біркелкі араластырып, тестамызға араластырып аламыз. Себебі миксерді қоссаңыз, бірден ұрпақ болып ұшып кетуі мүмкін. Ал алдын ала өлшеген ұнымызды да 2 бөлікке бөліп, осылай қолымызбен сосын миксердің көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала өлшенген ұнымыздың қалған бөлігінде салып, біркелкі массаға келгенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Егер ыдысыңыздың шетінде қалып қойған болса да, миксеріңізді тоқтатып, лопатканың көмегімен бір араластырып, тағы да миксеріңізбен араластырып алсаңыз, барлығы біркелкі араласып жақсы шығады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Консистенциясы осындай қою болады, сұйық болмауы керек.
Мен 24 диаметрлі формаға салып пісіріп жатырмын. Егер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген диаметрге, кез келген формаға пісіре берсеңіздер болады. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің ең жұмсақ, ең дәмді пирогымыз пісті. Формасынан суығаннан кейін кескендеріңіз дұрыс, себебі бөлініп жарылып кетуі мүмкін. Пирогтың сіздерге бөліп арасын көрсетейін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандағыздай арасы таза піскен, және де түсі де өте әдемі, жұмсақ, нәзік, дәмді пирог болып шығады. Және де рецептке келетін заттарда қолжетімді, сіздер де жасап көріңіздер. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жасалу жолы өте оңай, және де құрамына аса көп затты қажет етпейтін осындай дәмді сүзбелі бәліш пісіретін боламыз, яғни творожный пирог. Бізге бар болғаны печенье, сармай, сүзбе, қант және жұмыртқа қажет болады. Ал енді бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен 300 грамм печеньені блендердің көмегімен майдалап аламыз. Егер сізде блендер жоқ болса, жай ғана пакеттің ішіне салып, сыртынан ұрғылау арқылы майдалап алуыңызға да болады. Міне біз печеньемізді ұнтақтап алдық. Енді бөлме температурасындағы 100 грамм сармайды салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне майды жақсылап араластырып алдық. Енді біз табамызға салып бір тегіс етіп жаямыз. Енді қорықпасақ та болады. Май араласқан печенье ұнтағы бір-біріне нығыздалғаннан кейін жабысып тұрады. Менде диаметрі 24 сантиметрлі табаға осылай салып, қолымның көмегімен жақсылап тегістеп нығыздап аламын. Шеттерін біркелкі қылу үшін мен шанышқыны пайдаландым. Ал енді салмасын дайындап, бізге 500 грамм сүзбе қажет болады. Менде қолдың сүзбесі. Бір пиала шекерімізді және 2 жұмыртқамызды қосып, миксердің көмегімен біздің сүзбеміз майдаланғанша жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі массаға келген қоспамызға енді 2 ас қасық ұн саламыз, себебі біздің творогымыз форма алу керек.
Дайын болған салмамызды формасына құйып 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Міне достар, өздеріңіз көрдіңіздер, дайындалу жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді, бар болған үйдегі бар заттармен жасай аласыздар. Пирогтың бетін безендіргенге өздеріңіз қалауларыңызбен, кез келген затпен, даже вареньемен безендіруге де болады. Мен шоколадпен безендірдім. Бірақ бір ескеретін жағдай, творожный пирогты піскеннен кейін әбден суып, бөлме температурасында жарты немесе 1 сағат болған соң ғана ыдысынан шешіп кесуге болады. Мен видеоға түсіру үшін асығыс болдым, сол үшін ыстықтай формасына шешіп едім. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жарылып кетті, бірақ арасының барлығы өте тамаша піскен, ешқандай шикі емес. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі енді өте керемет. Және де менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.